Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ерко Шоу арнасы және де менімен бірге Накоплей арнасы. Және де бүгінгі видеода біз Lifecraft деген серверді обзор түсіретін боламыз. Сіздер де лайктарыңызды басып қолдап отырыңыздар. Ендігі видеоларды мен качественный қылдырып шығаруға тырысатын боламын. Көргендеріңізде менде жаңа скин пайда болған. Оны мен плащ жазайын дегенмін, бірақ ол мен 1.1.5-те істеле ме білмедім. Бірақ мен істей алмадым. Міне тура қазір мен қасымда Асер 21, яғни Накоплей арнасы қасымда тұр. Ол жатқа ассалаумағалейкум деп достар деп жазып отыр, короче. Бүгінгі видеода біздер осы серверге обзор жасап, үй салып бүйтетін шығармыз. Енді менде скин ауысқан, енді видеолар качественный болатынына сеніңіздер. Ендеше біз көп созбай видеомызға кеттік. Ал достар, міне біз өзіміздің видеомызға келдік. Және де біз Асер 21 жазып жатыр чатқа, енді үй салайық деп. Екеуміз сөйлесіп отырық, бірақ оның дауысы сіздерге естілмейді. Мен оның дауысын естимін, оған айта аламын. Енді бүгінгі видеода біз осы Lifecraft деген серверға обзор жасаймыз, және де әдеттегідей IP мен порт астында болады. Ал қай жерден үй салсақ болады? Қай жерден саламыз, қай жерден? Қайдасың, кім? Менде уже алмазный броня бар, оны маған берген болатын кім? Мен досым, яғни Накоплей. Нако, қайдасың? Қай жерден салсақ болады екен үйді достар? Приват жоқ жерден салып қой бізге. Приват бар. Так, на үйде приват жоқ, я осы жерден салсақ та приваттайсың. Давай, сөйтейік. Быт бітмей. Менде кровать жоқ екен. Маған айтып жатыр, кровать бар ма жоқ па деп Накоплей арнасы. Сіздерге оның дауысы естілмейді, сондықтан видеода түсінбей қалуларыңыз да мүмкін. Так, мына жерде приват жоқ. Мен бүйтем онда. Так, мына жерде приват бар. Түсінбей қалдым. Сундық қойдым ма? Міне айтып жатыр маған сундық қойдым деп ішінде. Осы үйді жалғастырып кетеміз. Енді біз барып жер жинап келейік, жерінің астын болуға. Накоплей маған айтып жатыр, менде жер бар деп, сондықтан ол өз қояды. Ал мен не істесем болады? Үйдің несін жөндеймін ғой деймін. Мынада приват қойып қойған бана пысық. Мына жерде приват бар. Қойыпты приват. Достар, мен алдыңғы видеода Гриниден видео түсірген болатын. Ол кезде мен басқа телефоннан, яғни айфоннан түсірген болатынмын. Олда рекордер деген программаны қолданған болатынмын. Ода мобильден жазылмайды екен. Сол үшін мен дауыс болады деп ойладым, бірақ ода дауыс естілмеді. Микрофон керек қойдым, болмаса мен оны білмедім қалай істейтін. Гринида түсірдім. 1 минут па, 5 минут па түсірдім. Бізге бір железник келді. Құтырат, жамандай құтырат екен. Жалғастыра бер. Мен танатып келетір, уже админдар. Мен қатты интернетмен танатып келе жатыр. Кім келатыр? Железниктарға теспей қоямыз деп шештік біз. Жасик деген адам бар ғой бізде. PvP-ласасыңдар ма деп шығады да, айтады. Кит стартпен PvP-ласайық дейді. Бізге онда кері жоқ, қазір өліп қалсақ, бүкіл алмазымыз бәрі бостан-босқа кетеді. Бұл алмазын бәрін берген маған. Мен досым Накоплей, оның нигі Асер 21. Ешкім танымасын деп сөйтіп қойған. Ал менің нигім өзгерді. Қазір сіздерге көрсетем. Менің нигім Ерко Шоу. Мен қазір көрсетем.
Міне достар, игрок Еркошоу иті осылай тұрады менің атым. Бүкіл Bedwars ойнағанда бәрінде мен көрулеріңіз мүмкін. Мен скинді жаттап алдыңыздар деп ойлаймын. Және де мен видеоларымда интро болуы мүмкін. Біздің интервьюсін біреу көрсетіп жатыр. Мына сообщенияларға мән бермей ақ қойыңыздар. Достар, және де мен сіздерге не деп айтып жатыр едім. Сол енді. Ал достар, жаңа Acer 21, яғни накоплық арнасы бір железін өлтіріп тастаған болатын. Сол үшін мен оған бронямның көбісін бердім. Ол киіп алып жүр. Ол железник па, білмеймін, мені де өлтіріп тастап жатыр. Менді қатты ма бірдеңке болды да, ода да қатты ма. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталған болатын. Қазір нөлді өлтіріп тастады, ол өте қызық болды. Және де видео 5 минуттан асты, ол бізге жетеді. Осыдан кейін мен Bedwars түсіруім мүмкін. Және де айта кеткендей интро бәрі болады. Оған сеніңіздер, мүмкін болмауы да мүмкін. Ендеше көп сөзбай біз видеомызды аяқтайық. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ендеше осымен видео аяқталды. Қош сау болыңыздар.